Енді бәрлеріңіз білесіздер, қазір бәрі интернетке кетіп жатыр, бизнестің бәрі. Сол сияқты қазір жаңадан шыққан Limon Marketplace. Осы Limon Marketplace'та қазір әртүрлі товарлар қояды. Бұның ашқан адам осы бізде бар ғой нарықта қазір. Pinduoduo бар, сол сияқты үлкен нелерден преимуществосы, бұның бағасы төмен болады. Бұл сайттағы баға төмен болады, чем басқа сайттардан қарағанда. Сапасы жоғары болады, және де доставкасы бесплатный. Біз доставкасына ақша төлейміз ғой. Доставкасы бесплатный, килограмм растаможкасына тоже бесплатный, оған төленбейді. Және де біз басқа маркетплейстерден заказ бергенде Қытайға біз деген жаңағы 2 аптадай тосамыз. Бұл жерде 2 апта тосу жоқ. Үлкен заводтан прямой алып келіп складқа қойып қойғанның себебіне Қазақстанда 4 мықты үлкен нелерді ашады. Сонда доставкасы 1-2 күн болады. Сосын сізге егерде товар алған товар ұнамай қалып жатқан кезде, бір нәрсесі сәйкес болмай қалған кезде, бұнда товар возврат сразу тоже 1-2 күннің ішінде жасауға болады. Мына осындай преимуществосы именно Лимонда болады. Лимонда бізде осы маркетплейста енеден бастап машинаның запчастясын, то есть стройматериалдар, моющие средства, жаңағы басқа адамның не қажеттілік товарлардың осының бәрі осы Limon Marketplace'те өте төмен бағада, өте жоғары сапада болады. Енді осы Лимонды халыққа танымал қылу үшін екінші программа қосылып отыр. Ол және де Huage деп аталынады. Осы Elementy City. Мына Лимонды халыққа тарату үшін временно жасалынған программа. Бұл программа не береді? Бұнда біз Лимонның партнерларына карточканы ұсынамыз, реклама жасаймыз. Бірінші карта ол біздегі бағасы $196. Доллар курсы күнделікті өзгеріп тұрады. Микпенен байланысты. Қандай? Содан санаймыз да Қазақстанның теңгесіне ауыстыру үшін. Қазіргі бүгінгі таңда 545 болып тұр микта. Сонда 196-ны 545-ке көбейткен кезде сіздің серебряный картаның осылай теңгемен шығарып аламыз. Екінші бізде картаның аты бұл золотая карта, бұның бағасы $504. Енді $504-ға тоже самая мына 545-ке бүгінгі таңға кірсеңіз осы менен есептеп аласыз. Үшінші бізде $1000 тұратын бриллиант картасы. Енді бүгінгі таңда осы айдың сентябрьдің аяғына дейін мықты промоушн бізге кіруге жеңілдік бар. Себебі қазір сіз $196-ға мына карточканы сатып алсаңыз, сізге уже мына золотой карточкасының статусын береді. Егерде сізде қазір мына $504-ға золотойды алатын болсаңыз, сразу сізге бриллиант картасын, бұл карта өзіңіздің сразу жүктеп аласыз телефоныңызға. Енді осы карталарға алған адамдарға және де беретін еще қосымша картадан тыс еще продукциясы бар. Өте мықты продукция. Қазіргі таңда 3 түрлі продукциямыз бар. Оның біреуі кардицепс. Кардицепс болғанда ол жай ғана кардицепс емес, соның вытяжкасы. Онымен устрицаның вытяжка пептиды деп аталынады. Өздеріңіз білесіздер, пептиды 99% адамның ағзасына жақсы сіңдіреді. Бұл жерде пептидиді устрицы бар. Устрицы дегеніміз ол адамның ағзасындағы женский болса, мужской болса да полностью гормональный фонды реттейтін, соны қалпына келтіретін өте мықты өнім. Себебі бұл жерде мужское бесплодие, женское бесплодие дегеннен өте көп результаттар болып жатыр. Және де бұл жерде 50 шөптің сығынысынан жасалынған гель бар. Гель простой гель емес, және оны отдельно жібереміз. Ол гельдің айырмашылығы неде? Бұл тюбиктің несінде, сығатын жерінде турмалиновый шариктер бар. Яғни жаңағы гельді қолмен жақпайсыз, турмалин шариктер арқылы ағзаға анау сүйекке шейін сол гельді сіңілдіреді. Өте мықты результаттар беріп жатыр. Адамдардың қолдары көтере алмай қалған, после авария, неше түрлі суставный больдар, холка болса, болмаса мынандай кішкене не болса да, осындай болып шығады гель.
мынандай қылып бүйтіп колпачогын ашқан кезде мына жерде міне турмалиннің шариктерін көріп тұрсыздар. Мына жерде дозатор бар, өзінің осыменен дозаторменен міне ашасыздар. И мына жаққан кезде уже по часовой стрелке или как 5 минут 3 минут жаққан кезде уже сразу бүкіл суставтағы ауруды бұл деген өте жақсы сондай пайдасы бар. Енді келесі бізде өте мықты тоже немецкий технологиямен істелінген спрей бар. Спрей для лица. Ол спрейдің ерекшелігі неде? Спрей не только увлажняет кожу, да? Бұл спрейді былай жаққан кезде бұл сізге сразу увлажнение, сияние береді, және де собственный коллагенный пептидный омоложивающий деп тұр ғой, мінекейіңіз көрдің, подтягивающий эффектісі бар. Бұл накопительный эффект, сразу собственный коллагендеріңізді сондай вырабатывать етуге өте мықты себебі бар. Өте жақсы рекомендация болып жатыр, қыздар алған қыздардың результаттары тамаша. Осындай сывороткамыз бар. Осы өнімдерді, 3 өнім қазіргі таңда, мына серебряный карта алғанға 4 осындай өнім аласыз. На выборда кардицепс аласыз ба, гель аласыз ба, болмаса спрей аласыз ба, өзіңіз білесіз. И плюс қосымша өте мықты бір коробка, бір упаковка не береді, косметика береді. Косметикасы тоже өте тамаша. Бұл деген французский брендінің несімен жасалынған, японский производство, французский технологиямен істелінген 5 тапка. Енді мына карточкаға кірсек, мына картаның иегері болсаңыз, сізге 12 және де осындайдан 2 коробка осындай мықты мынандай өте тамаша осындай біздің 5 тапка подаркіге аласыз. Біріншісі мына жерде міне умывашка, міне өте мықты, мынау Ламер деген французский брендпен соған жасалған. Сосын кейін мынандай тонері бар, мінекей. Одан кейін бар мынау спрей кетеді. Спрейден кейін мына дневной. Өзі біз жағып көрдік, осы жерде мына жерде пробный тұр, сразу күшті увлажнение береді екен. Тоже регенерация новых клеток. Тамаша жұмыс жасайтын осындай мықты сыйлыққа, мынау ночной. Соның бәрін сыйлыққа аласыздар. Осындай, егерде золотой карта алатын болсаңыз, 2 коробка осындайда қазір сізге не беріледі, подарок беріледі. Енді қараңыздар, бұл мына уже салған ақшаңызды 100% уже қайтарып алдыңыз ғой, мынаның өзі кем дегенде 100 000 теңге тұратын подаркның өзі сондай да. Енді мынаның бізде мына продукцияның бәрінің бағасы нарықта $70 тұратын продукция. Егер мына картаға алатын болсаңыз, сізге 30% скидкамен беріледі. Егер мына картаның егер болса, сізге 40% скидкамен беріледі. Если сіз золотой алсаңыз, осы продукцияның бәрін 50% скидкамен беріледі. То есть мына жерде 100 000 теңгеге мөлшерімді 4 болса, 25 000 теңгеден асыз, оны 35 000 теңгеден сатып жіберіп, сразу уже карточкаңыздың ақшасын шығарып алсаңыз болады. Ол бірінші вариант. Екінші вариант, бұл жерде үлкен мүмкіншілік, табыс көзі бар. Бұл былайда, сіз өзіңіз карточка егері боласыз, не имеет значения, сіз оны золотойға кірдіңіз бе, или сереброға или золотоға кірдіңіз, ол маңызды емес. Сіздің артыңыздан келген адам мынандай реферальный бонусқа, бәр жерде личное приглашение берілетін бонус, бұл жерде цикличный екен, 3 циклдан тұралатын. Оны қалай, например, сіз бірінші адам шақырдыңыз да, сіз оның сатылып алған карточкасынан, осыдан сізге сразу 20% доход түседі екен кабинетіңізге. Екінші адамды шақырдыңыз, оның сатып алған карточкасынан сізге және де 20% түседі. Енді үшінші адамды шақырсаңыз, мына жерге де оның карточкасынан тоже сізге сатып алған 60% жүреді. Смотрите, 20-20-60 уже 100% салған ақшаңызды 3 адамды шақыруға қайтарып алдыңыз. Енді, смотрите, мына жерде не обязательно осы 3 немені ветканы развивать сразу. Даже можете бірінің астына, мен, например, бірінің астына бірін жаздым. Бірінші адам былай жаздым, 20% кетті, екінші адам жаздым 20%, үшінші адамды жаздым 60%. Былай жазасыз ба, былай жасасыз ба, еркіңіз өзіңізде. Главное, что сіздің әр қайсысына бірінші адамнан всегда будет 20%, екінші адамнан 20%, үшінші адамнан 60%. Төртінші адамнан қайтадан 20%, бесінші адамнан 20%, алтыншы адамнан 60% түсіп отырады.
біз енді 5-6 адам шақырып қоймаймыз, сейт болғандықтан бәріне де осы жақсылыққа бірге болайық деп ұсыныс жасаймыз. Сонда 7-ші адам келгенде 20%, 8-ші адам келгенде 20%, 9-ші адам келгенде 60%. То есть каждый вот третий человек осындай цикличный дегенді мен бірінші рет көріп тұрмын. Үлкен табыс көзі. Бұл жерде только даже бір ғана реферальный бонуспен күнде үлкен табысқа жетуге болады. Енді келесі шарт, келесі мынау енді бірінші табыс көзі ғой. Келесі табыс көзі бізде екінші табыс көзі бүкіл сіздің астыңыздан келген адамдардың карточкасынан салған ақшасынан сізге 4% түсіп отырады. Ол мейлі сіздің шақырған адамыңыз болсын, әйтеуір сіздің глубинаңыздан қай жерде адам келді, солардың бәрінен 4% осылай түсіп отырады екен. Вот сіздің структураңыздан. Бұны структурный бонус деп аталынады екен. Бұл деген может быть сіздің үстіңізде тұрған адамдардың переливі болсын, переливпен келген адам. Я вот сіздің астыңызға келсе болды, сіздің структураңызға түссе болды, соның бәрінен 4% алатын қай жағдай. Например, сізде мына ножкаңыз 5000 товарооборот жасалдыңыз, $5000, мына жаққа $5000 жасалдыңыз. Осы кезде екінші табыс көзі структурный бонус 4% деген сол кезде ашыла береді. Келген адамның әрқайсынан 4% түсе береді до бесконечности. Бұнау до тех пор, пока сіздің астыңыздағы бір адам, например, неме шығарды ғой, мына жерде директор шығып кетті, тоже сияқты статусқа шығып кетті да, тоже жаңағы 5000 товарот берді дейік та. Осы кезде осы кісінің сізге осы үшінші табыс көзі matching бонус дейді, осы кісінің табысынан 10% жүреді екен. Мына сізді догонять етіп 5000 жасаған адам. Ол сіздің адамыңыз мейлі переливпен келген сіздің адамдарыңа бұл жерде бір кереметтігі привязка өзіңнің шақырған лишнигіңе жоқ. Любой сіздің структураңыздан келген адамның несінен сіз 10% матчинг бонус ала бересіз. Енді төртінші табыс көзі бізде үлкен сыйлықтар бар екен. Енді бірінші сыйлық ол $1000 тұратын айфоннан $150,000 үйге шейін. $20,000 машина береді екен, $40,000 машина береді екен. Енді және де Қытайға 7 күнге қазір 40 адам 7 күнге саяхатқа кеткен. Олардың бәрі жаңағы акционер болып компанияның мынандай условиясын выполнять еткен. Енді можно оны мына екі аяқпенен выполнять еткен акционерство дегеніміз ол 5-ші түр. Ол дегеніміз мына сіз мына оң жақ аяғыңыздан бір аяғыңыздан 50,000, екінші аяғыңыздан тоже 50,000 жасағанда 100,000 товарот жасадыңыз. 100,000 товарот жасаған кезде сізге уже 49% бүкіл мына лимондағы жасалынған үлкен товаротқа, мына жерде үлкен маркетплейста, үлкен базар ғой былайша айтқанда. Осы базардың айланымынан, табысынан, таза пайдасынан 49% сізге бөлінеді екен. Және де бұнда өзіңіз Қытайға барып, басшыларменен кездесіп, юристпенен бірге отырып, осы 1% осы акционерствоны сізге заңдастырып береді екен. Короче, даже осындай случай болған, бір әйел осындай акционерлыққа жетіп, күніне оған $2,000 түсіп отырады екен. Сол кісі енді бір жағдайлармен қайтады ғой енді өмірден, соның баласы сол егері болып қалған дейді. Осы акционерствоны жасап, сонда осы дүниеден өтіп кетті. Қараңызшы, қандай керемет та. Сондықтан бізге бәрімізге осындай шанс беріп тұр. Өзіңіз тұрмақ, өзіңіздің артыңыздан берген, ала берген ұрпақтың да келешегін ойласақ, бүгін осы жерде болуға сіздерге баршаңызға тілеймін. Қосылыңыздар, біздің команда мықты.